Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге мынадай жаздық әдемі повязка тоқитын боламыз. Бұл повязкаларды хлопок жіптен тоқсаңыздар, жазда қыздарыңызға кигізіп қоясыздар. Повязка тоқу үшін бізге жіп керек болады. Бұл жіптер менде 100% хлопок жіптер. Қытайдан алдыртқанмын. Мінекей екі түрлі түсі. Және де бізге ине керек болады, крючок керек и қайшы керек болады. Сонымен жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен біз жібімізді алып 14 воздушный петля тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 воздушный петля тердік. Енді біз жоғарыға келесі қатарға көтерілу үшін тағы да 3 воздушный петля тереміз. 1, 2, 3. Енді 4 воздушный петляны тастап, 5 воздушный петляға столбик с накидом тоқимыз. 1 воздушный петля тоқимыз. Төменнен 1 воздушный тастап, келесі воздушный петляға тағы да столбик с накидом тоқимыз. Дәл осылай қатардың аяғына дейін жалғастырамыз. Воздушный 1 петля тастаймыз, келесі петляға столбик тоқимыз, тағы да воздушный аламыз, 1 петля тастап, тағы да столбик с накидом тоқимыз, тағы да воздушный столбик с накидом тоқимыз, воздушный и соңғы столбикті тоқимыз. Мінекей бізде бірінші қатарымыз бітті. Келесі қатарға көтерілу үшін біз 4 воздушный петля тоқимыз. Бұның үшеуі бір столбиктің орнына жүрсе, біреуі мынау арасындағы тесікке тоқылады. Мінекей енді келесі қатарымызды айналдырамыз да, келесі қатарды былай қарай тоқимыз. Накид аламыз. Бірінші тесікке осылай столбик с накидом тоқимыз. Воздушный аламыз. Енді келесі столбиктардың барлығын мынау тұрған тесіктердің ішіне тоқып шығамыз. Мінекей. Воздушный аламыз. Тесікке столбик тоқимыз. Воздушный аламыз. Тесікке столбик тоқимыз. Воздушный аламыз. Соңғы тесікке столбик тоқимыз. Мінекей бізде екінші қатарымыз аяқталды. Сіздер дәл осылай тоқып шығасыздар. Өздеріңіздің ұзындықтарыңызға қарай баланың бас өлшемін алып, сол ұзындыққа қарай тоқисыздар. Мінекей бізде үшінші қатар. Дәл осылай тоқып шығасыздар. Былай тоқып отырып, ұзын, мынау бізде біріктірілген, осындай ұзындыққа жеткенше тоқып шығасыздар. Мінекей мен 45 сантиметр тоқып шықтым. Бұл кішкене созылатын болғандықтан 2-3 сантиметрге кішкентай қып алатын боласыздар. Бұл менде 10 айлық размерге келіп тұр. Енді біріктіреміз. Осылай аламыз және екі ұшын осылай біріктіреміз. Жібімізді крючогымызға іліп аламыз. 1 воздушный петля аламыз да. Сосын бірінші тесікке кіргіземіз. Және де екінші жағының бірінші тесігіне кіргіземіз. Іліп шығарамыз жіпті. Екеуінен
былай өткіземіз. Және де мынау тұрған ұшын бірге қосып тоқып кетеміз. Келесіні біз мынау тесікке тоқимыз. Осылай. Кейін мынау столбиктің үстінен мінекей бірдей алып тоқып отырасыздар. Екі жақтан. Мына жақтың тесігінен, мына жақтың тесігін, сосын келесіде бізде столбик тұр. Столбиктің үстіне және де келесі беттің столбиктің үстінен тоқып отырасыздар. Сонда бірдей болып біріктіріледі. Осылай жіптің ұшын тоқып кетсек, ұшы білінбей осылай арасында кіріп кететін болады. Осылай біріктіріп аяқтаймыз. Және де бір воздушный петля алып, жібімізді қиямыз. И жіпті былай шығарамыз. Және де мынандай ұштар шығып тұрса, жіппен қиып тастаймыз. Мінекей мына ұшын енді жасырамыз. Тоқылған жерлерге осылай жасырып шығамыз алып. Және соңғы жағын қиып тастаймыз. Мінекей бізде мынау тоқылған жағын ішіне қаратып айналдырып аламыз. Міне біздің повязкамыз дайын. Енді біз мынадай әдемі безендіретін гүлін тоқитын боламыз. Ол үшін келесі жіпімізді аламыз. Кольцо амигуруми жасаймыз. Ол үшін біз жіптің ұшынан ұстап, қолымызға былай айналдырамыз. Осы тесіктің ішіне тоқитын боламыз. 3 воздушный петля аламыз. Сосын тағы да 3 воздушный аламыз. Және мынау дөңгелектің ішіне 3 столбик с накидом тоқып шығамыз. 2, 3. Сосын тағы да 3 воздушный петля аламыз. Тағы да 3 столбик тоқимыз. 2, 3. Дәл осылай жалғастыра береміз. 1, 2, 3. Мінекей бізде бірінші мынау тесік, екінші тесік, үшінші тесік, 5-6 тесік жасайтын боламыз. 1, 2, 3 столбик, 3 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5-ші тесік. 1, 2, 3. Мінекей бізде 1, 2, 3, 4, 5 тесік болды. Және де 6-ші тесікті жасаймыз. 3 воздушный петля аламыз. Мына жерге 2 столбик тоқимыз. Және де мынау бастаған қатар бар еді ғой бізде, содан 3-ші воздушный петляға біріктіреміз. Ол үшін 3-ші воздушный петляға кіргіземіз. Жіпті іліп шығарамыз да барлығынан осылай шығарамыз. Міне бізде 6 тесік
дайын болды. Енді осы тесіктерге тоқитын боламыз. Мынау тесікке бір столбик без накид тоқимыз, полу столбик тоқимыз. Мінекей, іліп аламыз да үшеуінен шығарамыз. Және де 5 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей 5-еу тоқыдық. Енді полу столбик тоқимыз. Және де столбик без накид тоқимыз. Мінекей біздің бірінші күлтеміз дайын. Енді біз келесі тесікке қарай өтеміз. Және біз осы жерде мынау артында тұрған жіпті бірге тоқып кетсек болады. Сонда бізде ешқандай артында жіп шығып тұрмайды. Өте ұқыпты болып шығады. Келесі тесікті тоқимыз. Бір столбик без накид тоқимыз, полу столбик тоқимыз, және де 5 столбик с накидом тоқимыз. 3, 4, 5. Енді полу столбик тоқимыз, және де полу столбик және столбик без накид. Мінекей дәл осылай 6 күлтесін тоқып шығасыздар. Мінекей 6 күлтесін тоқып бітірдік. Енді мына жерде тұрған 3 столбик бар еді ғой, соның ортасындағы столбикке кіргізіп соединительный жасаймыз. Сосын бір воздушный петля алып жібімізді қатты тартамыз. Енді осы жіпті кішкене ұзындау етіп кесіп аламыз. Осылай шығарамыз да. Мінекей. Енді тоқыған повязкамызға осылай тігіп шығамыз. Инемізді аламыз. Кіргізіп. Осылай инемен тігіп шығамыз. Мінекей тігіп шықтық. Енді жіпімізді артынан байлаймыз да. Қиямыз. Кішкене қалдырып қиямыз да. Бұл жіптің соңын ішіне қарай жасырып қоямыз. Мінекей біздің өте сәнді, әдемі повязкамыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып алыңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі қызықты видеоларда кездескенше.